Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен үй жағдайында осындай менікінде қысқа шашты қалай бүйралауға болады және бүйралаған кезде ұзындығы кетіп қалмас үшін қандай лайфхак қолданатынымызды бөлісетін боламын. Егер де сізге осындай сұлулық жайында, күтім жайында ақпараттар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіз және лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде жаңадан салынған видеоны өткізіп алмайсыз. Ал егер де видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, арасында сіз үшін пайдалы лайфхактарды білетін боласыз. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауабын аласыздар. Ал енді шашымызды бүйралауға кірісейік. Ал қыздар, шашымызды бүйралап үйренбестен бұрын оның өзіндік ережелері бар. Шашыңыз ұштанып, шашыңыздың сапасы құртылмау үшін. Егер де сіз осы ережені сақтайтын болсаңыз, ешқандай шашыңызға зияны тимейтін болады. Міндетті түрде осы ережені сақтаңыз. Ол ең алдыңғы ереже, мүлдем су шашқа шашыңызды бүйралауға болмайды. Яғни сәл-сәл кеппей қалған шашқа да өте зиян. Шашыңыз 100% құрғақ болуы қажет. Екінші ереже, басыңызды жақсылап жуып, тазалап алғаннан кейін шаш су кезінде арнайы термозащита себеміз. Ол міндетті емес, қай фирма, қай брендтен алатыныңыз, өзіңіздің қаражатыңыздың көтергеніне қарай өзіңізге ұнағанын аласыз. Міндетті түрде су шашқа ұзындығына термозащита сеуіп шығамыз. Сол кезде шашымыз құртылмайтын болады. Міндетті түрде термозащита қолданып жүріңіздер. Ал үшінші ереже, ол утюжокқа қатысты. Яғни үй жағдайында өзіңіз шашыңызды түзулеп үтіктейтін болсаңыз, не болмаса бүйралайтын болсаңыз, 180 градустан артық пайдалануға болмайды. Ал егер өзіңіздің шашыңыз қатты бүйра, яғни қозы бүйра болатын болса, сол жағдайда ғана 200 градусқа дейін рұқсат беріледі. Себебі 230 градус деген ол кератинға арналған, яғни химиялық жолмен шашты түзулеу үшін. Сол үшін оны 230 градуста пайдаланбаңыздар, өте зиян. Ең алдымен шашты бүйралаған кезде бөлікке бөліп алуымыз керек. Яғни бірінші бөлік, құлақтың үстінен екінші бөлік және қастың үстінен үшінші бөлік. Міндетті түрде жұқа шаштарда кем дегенде 3 бөлік болу қажет, қалың шаштарда 4-5 бөлікке дейін барады. Сол кезде сіздің бүйраңыз бірдей және қалыңдығы да бүйралану жайылған кезде де біркелкі көрінетін болады. Шашымыздың астын бүйралаған кезде қолымыз жетпей кішкене ыңғайсыз болады. Сол үшін астыңғы шашты 100% бүйраламайсыздар, кішкене айналдыру арқылы жасайсыздар. Яғни міне шашымызды осылай шетке қарай тартып тұрып, утюжокты төмен қарай ұстаймыз. Яғни осылай направление, бағыт береміз. Шашымызды бір айналдырып, утюжокты бір айналдырып, сыртқа қарай қайырламыз. Шашыңызды бүйралауға дайындағаннан кейін ақырын төмен түсіреміз. Ұшына кішкене қалған кезде утюжокты жібереміз. Шашымызды осылай ұстап тұрып, ұшын түзулеп жіберуіміз қажет. Оң жақ беті де дәл осылай жасалынады. Яғни шашымызды кішкене тартып тұрып, утюжогымызды төмен қарай қоямыз және сыртқа қарай қайырылу арқылы, төмен қарай сырғанату арқылы жасалынады. Ұшына келген кезде утюжокты жіберіп, бөлек осылай қолмен ұстап, түзулеп жібереміз. Сол кезде біздің шашымыздың ұзындығы қысқармайтын болады. Міне астыңғы бүйрамыз дайын. Енді екінші бөлікке бөлеміз. Екінші бөлік
Шашым жұқа болғандықтан кішкене жоғары, яғни құлақтың үстінен жасалынады. Мен осылай істеймін. Осы шашты, бұйраланған шашымды тартып тұрып, сол кезде маған арттағы түзу шаштарды табу оңайырақ болады. Міне шашымды бұйралауға дайындадым. Дәл бағанағыдай жоғарыдан төмен қарай сыртқа қайырылу арқылы және утюжокты төмен сырғанату арқылы бұйралаймыз. Ұшына келгенде жібереміз және болғасын бұйралап ұстап тұрып түзулеп жібереміз. Ал бұйрамыз дайын болды. Дәл осылай мына оң жақ бетінде жасап аламыз. Сыртқа тартып тұрсаңыз, сізге утюжокты қою ыңғайлы болады. Жоғарыдан төмен қаратамыз, сыртқа қарай қайырып аламыз және төмен қарай сырғанату арқылы жасаймыз. Болғаннан кейін шаштың ұшын түзулеп жібереміз. Міне шашымыз дайын бұйрасы. Дәл осылай барлық басымызға жасап шығамыз. Екі жандарын осылай оң жағын оңға қаю арқылы, сол жағын солға қайыру арқылы жасаймыз. Енді артында дәл осылай міне сол жақтағы артқы ұзындық шашты дәл солай солға, яғни сыртқа қайырылу арқылы жасаймыз. Дәл ортасына жеткенге дейін. Яғни екі жақтағы шаш сыртқа қайырылу арқылы шашымыздың ортасында теңеседі. Ұшын түзулеп жібереміз. Ал енді барлық шашымды осылай сыртқа қайырып, төмен қарай сырғанатып және ұшын түзулеу арқылы шашымды бұйралап шықтым. Кекілімді сәл-сәл ғана осылай сыртқа қайырдым. Ұшын ғана сол кезде өте қатты бұйра болып кетпейді. Ал енді осы дайын болған бұйрамызды міндетті түрде тісі осындай үлкен тарақпен тарайтын боламыз. Міне тарағаннан кейінгі шашымыздың бұйрасы. Міне ұзындығы ешқайда кеткен жоқ, және шашым бұйраланып, кішкене көлем берді. Осы бұйралау маған келесі жуғанға дейін, яғни 3 күнге дейін жетеді. Егер сіз күнде жасап үйренетін болсаңыз, бұндай шашты бұйралау 10 минут қана уақытыңызды алады және шашыңыз бұйралауға үйреніп алып, келесі жуғанға дейін шашыңыз тез майланбайды, көп ұстамайсыздар. Сол себепті келесі жуғанға дейін 2-3 күнге дейін жететін болады. Ал егер сіздің шашыңыз бұйраны ұстамайтын болса, міндетті түрде сыртынан лак сеуіп қойыңыздар. Ал менің шашым бұйраны жақсы ұстайды, сол себепті мен лак қолданбаймын. Ал сіздерге сәттілік, қолдарыңыздан келеді деп сенемін.